Анау бір жылдары маңдайыңыздан сипаған мейірбан жеңгелер, бұны сіздерге еншіледім. Әлі күнге көңілімнің бір түкпірінен сығалап тұрған жадау үйім, жырды бұлтпен болсам да, айырша аяулы балалық шағым, бұл саған ескерткіш. Бұл шығарма осы эпиграфпен басталады. Көктемге деген сағыныш, балалық шағының тәтті естелігі, мейірімді жеңгелердің ескерткішіне айналды. Автордың шығармадағы негізгі идеясы бір жыртым бұлттай шағын семьяның басында болған қырға қайыстырар комедиялық өткір драмалық стилистте толы өмірдің жоқтары. Сол кездегі баршаны шарпыған, баршаның басындағы ащы шындық екенін көрсету. Менің атым Амырбек. Мына сұрапыл соғыс кімді аяп, кімді кешір дейсіздер. Менің де екі бірдей ағам соғысқа аттанды. Олардан нәсіл хат келуші еді. Соғыстың кесірінен қаншама кішкентай бүлдіршіндер, анасыз, әкесі жетім қалды. Солардың қатарында мына мен де бармын. Менің атым Сәрсен. Әкемнің соғыста кеткеніне тура 4 ай болды. Ал сол 4 айдың ішінде бірде-бір хат келмеді. Менің бар арман-тегім әкем соғыстан аман-есен оралса екен. Менің атым Наурыз. Ата-анам соғысқа аттанды. Мен де барар едім, әттең! Аяғымның жоқтығынан соғысқа жарамсызбын. Бірақ та мен мына елім үшін, жерім үшін жанымды беруге дайынмын. Ал менің атым Аққаймақ. Аққаймақ? Иә, Аққаймақ. Ауыл ішінде соғыс кезінде әңгіме болғанда мына мен едім. Тіпті мен туралы жазылған шығармалар да бар. Себебі бұл соғыс маған ерекше әсер еткен. Сұм соғыс ақжаулықты анамды, Асқар тәуекемді, балғын балалық шағымды өзімен бірге алып кете барды. Қар жауынды да жүрегімнен суырып алды. Енді қараңыздаршы, жалғыздықпен күресудемін. Аққаймақ, мынаны жинап аласың аяғымның астындағы. Шанып қала жасадың ғой. Әй, Аққаймақ, қайда жүр мына қыз? Қазір келем деп жоқ болып кетті ғой. Әттең көзің көрмейді. Әйтпесе өзім бағар едім. Әй, сол қыздай, бір кетсем оннан кетеді. Түйелерімді де жарытпады. Қазір келсін, мен онымен сөйлесемін. Аққаймақ, келдің бе Аққаймақ? Аққаймақ, түйелерім қайда Аққаймақ? Дауыс естілмейді ғой. Әкелдің бе түйелерімді? Бар ғой, қайда кетер дейсің сол түйелерің? Бар болса топ берсең жонда. Кім болмаса дауысын естейін. Иә, қалай да топ берермін. Әуіс, мына түйелер қайда жүр екен? Осыларды іздеумен жүретін болдым ау. Әттен қашып біттім. Мұнда жүретінсіңдер ғой. Сендерді іздемеген жерім жоқ. Түйе бағып, қай бір ерлік қылды дейсің? Қит етсе, Аққаймақ түйеңді тауып бермейсің дейді. Түйе бағып жүрсіміз мынау болғанда тайбаған жүрсі анау. Аққаймақ, түйені таптың ба? Маған түйенің даусын алмайды. Оның даусын естісем, амансыз балалық шағым есіме түседі. Түйенің даусын естісем, амансыз балалық шағым есіме түседі. Не болды, не болып қалды? Соншама неге көңілсізсің? Жылама. Не болып қалды? Мұңаймаңыздар. Оданша бірге ән шырқайық. Былтырғы мен биылдай, қолда жоқтың қиын-ай, ұстараның жүзіндей аударылған дүние-ай. Көке келе жатыр, тұрыңдар. Қажау, неғып жүрсің? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Осы сенің жүрмейтін жерің жоқ ау. Менің не алып келгенімді қара. Бұл не? Бұл хат қой, дауыстап оқы.
мәссаған наушын ба? Иә, әрине шын. Біз сені жақсы оқу орнына түсірдік. Рахмет көке, рахмет. Көп рахмет. Ей азамат, енді ауылыңа барып оқуыңды оқы. Ал мына домбыраңды кешкісі менен алып кетерсің. Қаржау, бұл не тағы? Бұңа, мен оқуға түстім. Жарайсың бауырым, азамат. Бүкіл ауыл Қаржаудың оқуға түскеніне қуануда, ал менің жүрегім болса, әлі де жабырқаулы. Себебі менің Қаржауға деген сезімім болатын. Аққаймақ, мынаны қара, суретке күліп түсіп қалыпсың. Және нетер дейсің, жігіттер жарар кеш болды ғой, үйге қайтайық. Айттық. Қызық, осы адамдар суретке неге күліп түспейді? Маған кесінсе күліп түскенін айт. Аққаймақ күт, күтсеңші Аққаймақ күт. Қаржаудың оқуға кеткені сол кеткені. Көп замай соғыста басталды. Біздің ауылдың атынан 100-деген, мыңдаған еркектер сол соғыстың артынан кете барды. Енді қараңыздаршы, мына ердің де, үйдің де тірлігі біздің мойнымызға артылды. Ей апау, ауыр көтермесеңізші, одан да демалыңыз. Аққаймақ, өзің де бір демалып алсаңшы. Я апа, демаламын ғой. Амансыздар ма, апа, Аққаймақ? Бұл қайсыңдағы? Бұл сұрапыл соғыс, кімді аяп, кімді кешірді дейсіздер? Ей Аққаймақ, апа, бекем болыңыздар. Не дейді, не әкелдің? Бұл соғыс Қаржауды өзімен ала кетті. Апа, жыламаңызшы, апа, жыламаңыз. Жыламаңыз, апа, көз жасыңызды тыйыңызшы. Жыламаңыз. Апа, тұрыңызшы. Тұрыңызшы, апа. Апа, тұрыңызшы, көзіңізді ашыңызшы, апа. Мені жалғыз тастамаңыз, апа, тұрыңызшы. Мен соншама бұл тағдырыма не жазып едім, апа, тұрыңыз. Bağları özleştirdim bana digen Tırmışta kudünya yiyeceğim ben bir günü artaşırdım ey kala digen Bir günü artaşırdım kala digen Мына сұрапыл соғыс кешегімен Қаржауды ала кетті. Бекем болды қарағым. Ендеше мен жүрдім. Аға, тоқтаңыз. Екі жетімдей бала шағаңызбен қайда бармақшысыз? Мына соғыс бізді де аямады. Енді қалған ғұмырымызды бірге кешейік.